Сәлем менің оқырманым. Бүгін мен сіздермен Қалмақан Әбдіқадыровтың Қажымұқан повесі бойынша сабақ жоспарын көрсетемін. Біздің бүгінгі тақырып әдеби шығарманың композициясы. Бағалау критерийі білу және түсіну бойынша повестің мазмұнын толық түсінеді. Повестегі оқиғаларға, кейіпкерлерге қатысты сұрақтарға жауап бере алады. Қолдану шығармадағы маңызды оқиғаларды көрсетеді. Повестегі оқиғаларды тарихи оқиғалармен байланыстырып айта алады. Ең алдымен пазл әдісі арқылы топқа бөлдім. Тақырыпқа қатысты сурет қиындылары беріледі оқушыларға. Оқушылар оны құрастыру арқылы топқа бөлінеді. Мына жерде пазл онлайн деген сайт арқылы жасалды. Оның сілтемесін описание бөліміне қалдырып кетемін. Мінекей алдарыңызда сайтта құрастырылған пазл. Осы пазлдарды құрастыру арқылы мінекей мынандай екі сурет шығады. Оқушылар осылай екі топқа бөлінеді. Содан кейін әр топқа топтық рөлдер берілді. Бұл не үшін? Әрине оқушылар үндемей қалмас үшін, сабаққа қатыспай қалмас үшін осылай топтық рөлдерге бөлдім. Және бұл рөлдер топ арасында өзара тапсырма сайын ауысып отырды. Олар бірінші ұйымдастырушы. Бұл жерде топқа тапсырманы түсіндіреді, топтың қатысымын реттейді, уақытты қадағалайды. Екінші кеңесші тапсырманы талқылайды, шешім шығарады. Үшінші баяндамашы шыққан шешімді немесе жауаптарды баяндап айтып отырады. Үй тапсырмасын сұрау мақсатында өмір жолы атты деректі фильм көрсетілді. Осы деректі фильм бойынша екі топқа мәтін беріледі, және осы бос орындарға оқушылар ақпаратты қойып, мәтінді толықтырулары керек. Енді шығарманың композициясы бойынша тапсырмалар берілді. Бірінші тапсырма екі топқа кезек-кезек 8 сұрақ қойылады. Өтілген тақырып бойынша. Одан кейін жетістік тақтасы арқылы бағаланды. Әр оқушыларға осындай медальдар үлестіріліп отырды. Екінші тапсырма Қажымұқан повесінің 5-ші бөлімі бойынша үзінді тыңдалады, қысқаша мазмұны баяндалады. Оқушылардың алдына сурет беріледі. Оқушылар сурет арқылы оқиға желісін рет-ретімен орналастыру керек. Суреттер ішінде тақырыпқа қатысы жоқ та материал беріледі. Оқушы оны да ажырата алуы тиіс. Үшінші тапсырма оқушыларға алдын ала дайындалған QR код беріледі. QR кодты сканерлеу арқылы оқушылар тапсырмаға өтеді. Бұл жерде шығарманың композициялық құрылымын ретімен орналастыру керек. Төртінші тапсырма бұл жерде жеке жұмыс. Білімленд платформасынан алынған Қажымұқан повесі бойынша тест тапсырмасын оқушылар жеке-жеке орындайды. Топты бағалау бұл жерде стикердегі диалог әдісі қолданылды. Орындалу барысы әр топтың ортасында үлкен стикер қойылады. Оқушылар стикерге екінші топ туралы пікірлерін жазады. Одан кейін стикерлермен алмасады. Келесі өзін-өзі бағалау, ол жетістік тақтасы арқылы жүзеге асты. Бағана сабақ барысында берілген медальдар арқылы оқушыларды осылай бағалады. Қола медаль алғандар, яғни мен талпынамын, мәтінді түсініп оқимын деген пікірлерін айтты. Күміс медаль кімде бар? Ол мен ізденемін, мәтінге талдау жұмыстарын меңгеремін деді. Ал алтын медаль алғандар мен жетістіктің адамымын, талдай аламын, тақырыпты толық түсіндім деген жауап қайтарады. Видеоны соңына дейін көрген болсаң, лайк басып, каналыма тіркеліп қой. Ал сабақ барысында қолданған тапсырмалардың сілтемесі описание бөлімінде.